Мен Тұрсынбек Қабатұлының ұлымын. Өздеріңіз білесіздер, менің папам өнер адамы, сахнада көп халықтың алдында жүрген адам. Сондықтан әрине ол кісінің жұмысына қатысты ештеңе айтқым келмейді. Бірақ та мен Тұрсынбек Қабатовтың ұлымын. Ол енді ары қарай қалай деген сұрақтарыңыз болса, ол отбасылық мәселе. Сондықтан мен әкемді құрметтеймін, сыйлаймын. Және мына өнер жолындағы жүргізушілігінде, талантында мен құрметтеймін. Сондықтан артық ештеме айтпаймын. Сондықтан мен отырайын ба, қалжыңдаймын, қайдағы Тұрсынбек, өмір көрген жоқпын ол адамды. Просто бәрі ұқсайды дейсіңдер да, соған прикол болып айтып жатырмын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Қазір кейбір мына сайттарда Тұрсынбек бір массажға барды дейме, сондай бір ақпараттар тарап жатыр, рейд барысында деген бір өтірік ақпараттарды. Сондықтан да сенбеулеріңізді сұраймын. Мен ешқандай жерге барған жоқпын, ешқандай жерде ұсталған жоқпын. Бұл жалған. Бәлкім менің сол жаңағы бір концерт берейін деп отырғаным алдында біреулердің білмеймін аяғым шалып жатқан шығар. Бұл өтірік ақпарат. Мен Алматы қаласындамын, 15 күн болды. Мен ешқандай Манхэттен деген жерді білмейді екенмін. Ешқандай дәлелдері жоқ. Өтірік ақпарат таратып жатырғанына сенбеңіздер. Мен Алматы қаласындамын. 15 күн болды Алматыда жүргеніме. The Voice Қазақстан бағдарламасын жүргіздім бір аптадай. Одан қалды қала күні болды Алматының. 2 күн соны жүргіздім. Бүгін де Алматы қаласында бір үлкен іс-шарада. Сондықтан да бұл өтірік ақпарат. Сенбеңіздер, достар. Al, bismillah. Тұрсынбек барма, Тұрсынбек қабат боларыңызда. Қайдығыз, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Ассалаумағалейкум. Көпір той құтты болсын. Залда барма тақта көпірден. Бүгін енді міне және де Алматы қаласы. Тақта көпірден көп екен негізі бар ғой. Аллаға шүкір, тойларыңыз құтты болсын, той боласын. Басында мен естідім, сіздер біздің театрмен жақсы дос екенсіздер. Ең басында Арманиді шақырыпсыздар. Сол кезде бизнесті жаңа бастабасыздар ойлаймын. Одан кейін барып жаңағы Қайратты шақырғансыздар. Одан Қанатты шақырыпсыздар. Одан жаңағы Аманғалиді шақырыпсыздар. Енді мені шақырып жатсыздар. Содан білдім жағдайларыңыз жақсауы өзі деп бар. Жағдайларың жақсарып, маған да жетіп жатыр екенсіздер. Іштен етпейді, күндердің күнінде Галкинді шақырыңдар. Жақында мен басыма операция жасатқам негізі. Ана тромб болып қалып, басым кришкасын алып тастап. Осы тұрғанда алдарыңызға жарты бас болып шығып тұрмын негізі. Расымен. Арасында бірдеңені қайталап кетсем түсінерсіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Әзіл әлемі театры еліміздің батыс аймағына өзінің гастроль сапары аяқтады. Біз барша Ақтөбе, Орал, Ақсай, Атырау, Жаңаөзен, Ақтау қаласында барлық көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Кездескенше достар. Ал енді біз еліміздің шығыс аймағына жол жүріп бара жатырмыз. Нақтырақ айтқанда бастап кеттік. Кеше Екібастұз қаласы, 17 мамыр күні бүгін Павлодар қаласындамыз, 18-і, 19 күні Өскемен қаласы, 20-сы Семей қаласында, одан ары қарай еліміздің оңтүстік аймағы, 21 маусым күні Талдықорған, 22-сы Алматы қаласындамыз, 23-і Шымкент қаласында, 24-і Қызылорда, 25-і Сәтбаев қаласы, 26-сы Жезқазған қаласында боламыз. Еліміздің орталық Қазақстаны, нақтырақ айтсақ, Ұлытау облысында. Кездескенше достар. Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып, арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр.
барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп. Тұрсынбек мырза жақсы адам. Тұрсынбек елдің азаматы, халықтың адамы. Ел жақсы көреді. Иә, ел сүйет. Егер де біздің арамызда қандай бір жағдай болып қалып жатса, бір өсексібіз әңгімелер естіп қалып жатсаңыздар, өзім құрбыларыма да айтамын, туыстарыма да айтамын, дайректте жазып жатқан жандарға да айтамын да, сіздер Тұрсынбекті жек көрсетпеңіздер. Ол бұрын қалай жақсы көрдіңіз, бұрын махаббатыңыз қалай болды, сол махаббат сақтап қалыңыздар деп айтам. Жалпы жақсы адам. Мен Тұрсынбекті жамандамаймын да, жаман қасиеттерін айтпаймын да, себебі ол 20 жыл отасып, айтуға өмірімдегі енді жақыным ғой. Иә. Сондықтан да құрметті көрермендер, ол кісі жақсы адам деп айтамын. Бұл сөзді не үшін айттым? Себебі пікірлерді оқимын ғой. Ол кісінің адресіне де негатив пікірлер жазылып жатады, өкінішке орай. Өте көп жазылып жатыр. Сондықтан да баталарыңызды беріп, жақсылық тілеп жүре берейік. Қысқа ғана ғұмырда бір-бірімізді сыйлап өте берейік деп айтқым келеді. Ешқандай концертінен бас тартып, оған деген жаман дүние жазып керек емес. Мүлдем керек емес. Адамға жамандық жасамайды. Біреуге берген қарызын ұмытып қалады. Ол қайттан сұрап алу емес. Ол Тұрсынбек мырза жақсы адам. Тұрсынбек елдің азаматы, халықтың адамы. Ел жақсы көреді. Иә, ел сүйет. Егер де біздің арамызда қандай бір жағдай болып қалып жатса, бір өсексібіз әңгімелер естіп қалып жатсаңыздар, өзім құрбыларыма да айтамын, туыстарыма да айтамын, дайректте жазып жатқан жандарға да айтамын да, сіздер Тұрсынбекті жек көрсетпеңіздер. Ол бұрын қалай жақсы көрдіңіз, бұрын махаббатыңыз